сөйлейтін 10 түйме әдісі. Мына әдісті ата-аналар жиналысында ұйымдастыру кезінде жасаған бір мұғалімнің тәжірибесін көріп қалдым. Сіздермен бөлісуді жөн көріп отырмын. Қорапта түймелер жатады. Ата-аналарға әрқайсысына 10 түймеден алуды ұсынады. Мысалы, алды 10 түймені, енді ақ парақтың бетіне 10 түймені жайғастырып, сосын оларға айтады. Әр түйменің жанына бір өзіңізді сипаттайтын сөз жазыңыз деп. Сосын жазып болған соң ата-аналарға айтады. Енді осы 10 сөздің ішінен 3-еуін қалдырыңыз деп. Мысалы, 3-еуін қалдырдық, иә? Осы 3-еуінің ішіндегі өзіңізге ең жақын бір сөзді қалдырыңыз деп. Сосын 1-еуін қалдырады. Сосын ата-аналарға айтады. Мен не үшін осы әдісті, осы жаттығуды сіздерге жасаттым деп сұрайды. Қалай ойлайсыздар? Ата-аналар не айтуы мүмкін? Ал сіздер не түйдіңіздер?